Армысыздар. ақш президенті Дональд Трамп Қытай, Ресей, Солтүстік Корея елдері басшыларына ренжіп қалыпты. Қай елдің сайтын баспасөзін ашып қарасаңызда соңғы күндер осы тақырып алдыңнан жарқырап шығып аяққа оралып тұр. Құдай-ау дейсің, Нобель сыйлығын қайтсем де аламын, сосын Ресей мен Украина соғысын тоқтатқаным үшін жұмаққа барамын деп жанталасып жүрген мақтаншақ Дональд Трамп қызғанышпен қарайтын, тіпті күндестікпен жек көріп кететіндей жер бетінде бір адам болса, ол Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев емес пе еді деген ой келеді. Бұл енді әзілге сүйеп айтқан сөзім. Осы әзіл сөздің жөнін қуалап көрейін. Әр әзілдің астарында шындық бар десеңіз мархабат. Сонымен Қытайда Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті жиыны өтіп, оны батыс басылымдары авторитарлы елдің барлық басшылары бірігіңдер деп мысқылдағандай болды. Бұл мысқылдың шындығы басым еді. Еуразия құрлығында сен тұр мен атайын деген авторитарлы басшылар күнде бір дастарханның басына жиналып жатқан жоқ. Еуропаның соңғы диктаторы атанған Беларусь басшысы Александр Лукашенко, бауырлас елі Украинаны қанға бөгіп жатқан Ресей басшысы Владимир Путиннен бастап, супер диктатор болудан алдына жан салмаған Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Ын қоштаған, сосын жартылай екі қабат болуды әбден меңгерген, сөз жүзінде демократ, іс жүзінде автократ болып жүрген 20 шақты елдің адам құқығы деген түк емес. Мысық қызыл бола ма, қара бола ма, бәрібір тышқан ұстап пайда тапса болды деген ұстанымда Қытай басшысы Си Цзиньпиннің алдында құрақ ұшып, елпілдеп, тізе бүгіп бас иіп кетпесе де, төбелері көкке екі ел жетпей бақыт құшағында отырғандай болды. Бұл көрініс ақш президенті Дональд Трамптың шекесін тырыстырғаны анық, өйткені атап айтатын екі мәселе бар. Біріншісі, Дональд Трамп екінші рет президент болып сайланғанда, яғни осы жылдың басында ақш-пен сауда-саттық жасап отырған барлық елдерге кеден баж салығын салды. Саудагер алыпсатар Трамптың сондағы ойлағаны, бүкіл елдің басшылары алдыма тізерлеп келеді, сосын мен сан жылдар бойы аяқ астына тапталған ақш мүддесін аспанға бірақ көтеремін, ақшты қайтадан айбынды етемін деген. Әлбетте, Канада, Еуропа елдері бастапқыда Трамптың бұл саясатына шырылдап кетті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қорғанысы мен әскерін толықтай ақштың қолына өткізіп берген, әскери саласына өз бюджетінен соқыр тиын шығармайтын Жапония мен Оңтүстік Корея басшылары арасымен құстай ұшып емес, зымыраннан да жылдам ұшып барып, Трамптың босағасынан табылды. Бірақ Дональд Трамп күткен екі дәу, яғни ақш пен Еуропа одағын экономикалық жағынан басып озғалы тұрған Қытай мен Үндістан басшылары Трамптың тариф саясатын маса шаққандай көрмеді. Алдына тізерлеп жетіп те бармады. Еуропа елдерінің басшылары сияқты ойбай жаздық, жаңылдық, бұл әлемде, бұл күнде сізден мықты, сізден ақылды адам жоқ деп Трампты өтірікшін мақтамады да. Қайта білгеніңді істеп ал, шамаңды көрейік дегенді. Содан бері Трамп Қытай тауарына енгізбек тарифін 90 күнге бірнеше мәрте шегеріп жер болып отырған. Ал осы аптада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымында батыс басылымдары мысқылдап жазған барлық елдердің авторитарлы басшылары бірігіп, ортақ қаржы жүйесін ашуға уағдаласып алды. Жалпы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы о баста 25 жыл бұрын 5 елдің ынтасымен есірткі саудасы және аймақтағы қылмыстық топтармен күресу үшін құрылған еді. Енді міне 25 жыл өткен соң қатарына 10 мемлекет қосылған, тағы да 10 шақтысы қосылғысы кеп тұрған Шанхай ынтымақтастық ұйымы әскери ұйымға айналған жоқ, бірақ енді батыс қаржы құрылымдарынан, оның ішінде ақш-қа кіндігі байлаулы банктерден ақша алмаймыз, өзіміз қаржы орталығын ашамыз деп отыр. Бұл ұйымда бәріне ақша таратушы бас банкирдің Қытай болары сөзсіз. Қытайдың қарзы авторитарлы кез келген елдің басшысына ұнайды. Себебі батыс банктері қаржылық ұйымдары сияқты біз саған ақша береміз, сен нарықтық жүйеге өт, саяси партияңды көбейт, сөз бостандығына кепіл бер, адам құқығын алдыңғы орынға шығар деп талап қойып басын қатырмайды. Ал Қытай не үшін бәріне жеңіл әрі ұзақ мерзімді қарыз бергісі келеді. Себебі Қытай шетелге арзан тауар сату арқылы экономикасын ұстап тұр. Қытайдың проблемасы ішкі нарықтағы тұтыну деңгейі аз. Халқы қос-қостан айфон алмайды, жарысып қымбат көлік мінбейді, ат шаптырым үй салмайды, қатар-қатар пәтер алу сән емес. Сол себепті салған қалалары бос тұрады. Дастархан майыстырып, той жасап күнде шашылмайды. Тапқан ақшасын жастықтың басына жинап отырған, базарға ақша шығарғысы келмейтін халық. Сарапшылардың сөзіне сенсек, әр мемлекеттің ішкі тұтыну индексінде Қытай төменгі орында. Яғни Қытай мемлекеттің қолдауымен өндірілген арзан тауарды шетелге өткізіп, жанын сақтап отыр. Ал арзан тауар шетелге тоқтамай кету үшін оны арзан қарыз, несие жетектеуі шарт. Қытайдан қарыз алған елдерге Қытайдың тауарда тоқтамай баруы, сол елдің аумағынан тоқтамай өтуі міндет. Әлбетте, Қытайдың арзан тауары көп мемлекет үшін өзінің отандық ішкі өндірісін дамытқанға кедергі. ақш президенті Дональд Трамп Қытайға баж салығын салғысы келгендегі мақсаты да сол еді. Бірақ бәрі керісінше шықты.
Осы жерде Дональд Трамп саясатындағы екінші мәселе, анығын айтқанда кемшілік көрінеді. Мәселен, ықылым заманнан бері ақш сыртқы саясатындағы дипломатиялық ұстаным сексеуілді сексеуілмен ұру еді. Бір мемлекетті қолдап, екіншісіне қарсы қою дегендей. Мәселен, Қытайдың қарқынын басуға Үндістанды алдыға салып келген. Бірақ Дональд Трамптың тариф саясаты бұған дейін бастары бірікпейтін Қытай мен Үндістанды жақындастырып жіберді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы отырысында араға 7 жыл салып, Қытай басшысы мен Үндістан премьер-министрі Моди байырғы арасы ажырамас достардай кездесті. Тіпті екі ел басшылары Үндістан мен Қытай 2020 жылы шекаралық даулы аймақ Аксайчинде қарулы қақтығыс бастап, онысы 5 жылға созылғанын, даудың әлі шешілмей бір-бірімен тоң теріс болып жүргендерін ұмытып қалғандай. Жарты ғасырдан астам Кашмир даласына таласып келген Пәкістан мен Үндістан осы 2025 жылдың мамыр айында бір-бірін зымыранмен атқылағанында, сол соғыста Пәкістанға қару мен технология жағынан Қытайдың болысқанын ұмытып та қалғандай көрінді. Қысқасын айтқанда, Дональд Трамп тариф саясатымен бұға дейін бір қазанда бастары қосылмай келген Қытай, Үндістан, Ауғанстан, Пәкістан басшыларын біріктіріп, ақштан алшақтатып жіберді. Онысы аздай. Шанхай ынтымақтастық ұйымы жиынынан кейін Қытай екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай әскери шеру өткізді. Қытай орталық алаңына алып шығып көрсеткен құрлықтағы әуедегі, су астындағы ядролық қаруын әскери сарапшылар талдап, әрқайсының қуаты мен ерекшелігін айтып біте алмай жатыр. Сарапшылар бұл әскери шерудің ауқымы Бейжің Олимпиадасының ашылуынан асып түсті. 50 мың әскер қатысты, көкке ұшырған 80 мың кептердің көрінісі бұрын соңды жер бетінде болмаған деп жатыр. Бірақ Дональд Трампқа ең ауыр тигені Қытай басшысы Си Цзиньпиннің оң жағына Ресей президенті Владимир Путинді, сол жағына Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ынды алып алаңға шыққаны болғандай. Владимир Путин Қытай басшысын өмірлік досым деді. Ал Солтүстік Корея жетекшісі Украинаны қанға бөктіріп жатқан Путинге көмектесу достық міндетім деп салды. Естеріңізде болса, осыдан бір ай бұрын Дональд Трамп Еуропа мемлекеттерінің жетекшілері қол алыспайтын Ресей президенті Путинді Аляскада қызыл кілем жайып, қол шапалақтап күтіп алған еді. Енді Трамп ардақтаған сол Путинді Қытай басшысы досым деп отыр. Ал Солтүстік Корея басшысы Путинге Украина соғысында көмектесу достық міндетім деп салды. Сонда Ким Чен Ын да, Си Цзиньпин де Трамптың досы болып шықпай ма? Әскери шерудегі бір сөзінде Си Цзиньпин бізді қандай да бір әпербақан қорқыта алмайды деп салды. Әлбетте, кімге айтылған сөз екені түсінікті. Си Цзиньпин Трамптың шекесінен шертіп өтті. Трамп бұл сөзге шамданды. Үшеуің бірігіп алып қастық ойлап жатқан шығарсыңдар, ана екеуіне сәлем айт деп мысқылдап әлеуметтік желіге жазба жазғаннан аспады. Бірақ ол екеуінің Трампты бір жерлеріне қыстырмайтындары айдай анық көрініп қалды ғой. Мәселен, Трамп Путин мен Зеленскийді қыркүйектің басында кездестіремін деген бетпе-бет. Онысынан түк шықпады. Сырт қарағанда Дональд Трамп Қытай, Ресей, Үндістан, Солтүстік Корея басшыларына қаны қарайып отырғандай. Бірақ ақштың ішкі жағдайына көз салып, оны Қазақстанмен салыстырсақ, Трамптың Тоқаевты жек көріп кететін немесе қызғанышпен қарайтын жөні бардай. Жалпы Трамп пен Тоқаев 2019 жылы ақшта өткен Біріккен ұлттар ұйымында жүзбе-жүз кездесіпті. Ол кезде Трамптың бірінші президенттік мерзімі аяқталып жатқан, сол уақыттан бері Тоқаев екінші сайлау өткізіп 7 жылға сайланды. Ал 2025 жылдың басынан бері ақшты екінші мәрте басқарып отырған Трамп Қазақстан президентімен шатаспасам әлі жүзбе-жүз жолыққан жоқ. Тоқаев кім еді деп іздесе, Ким Чен Ынның қасында отырған мына кісі деп мына суретті көрсетсе, есіне түсесін шығар бәлкім. Енді екі президенттің ел ішіндегі іс-әрекеттерін салыстырып көрейік. Әңгіме Тоқаевта бар дүниенің Трампта жоқтығы жайында. Мәселен, Дональд Трамп ақш билігін қолға алғанымнан бері тұрғындардың жағдайы жақсарып кетті деп жүр, мақтанып жүр. Бірақ ақштың әлеуметтік сауалнама жүргізетін орталықтардың деректеріне қарағанда, ақш тұрғындарының тең жартысы табыстары күрт азайып, күнкөрістері қиындап кеткенін айтып жатыр. Дональд Трамп бұл ақпаратқа жынданып, жалған дерек тараттыңдар деп журналистермен дауласып жүр. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев пен президенттің сөзіне қарағанда, президенттің әр жолдауы ел экономикасын қарыштап дамытып жіберген. Және бұл сөзді терістеп жатқан әлеуметтік сауалнама жоқ. Қайта кей депутаттар елдің жағдайы жақсы деп биліктің сөзін растап жатыр. Соншалықты бір қиналған халықты көрмедім. Әрине әңгіме бар ол жөнінде. Қымбатшылық туралы әңгіме қай жерде болсын бар. Бірақ жалпы менің өзім Шығыста болдым, Семейде болдым, Алматы облысында болдым, біраз жерде болдым. Сондай бір қатты бір қиыншылыққа тап болған халық бар деген сөз
көрген жоқ. Бірақ ақш президенті өзінің өте ширақ екенін көрсетіп әлек. Президент болғалы бергі 248 күнде өзінің гольф алаңына 66 мәрте барып, президенттік уақытының 30%-ын гольф ойнаумен өткізіпті. Бірақ оның мұндай ширақтығына риза болып қол соғып жатқан ешкім жоқ. Ал қазақ президенттің не ойнап жүргенін ешкім білмейді, білгісі де келмейтін сияқты. Трамп жақында ғана бірнеше күнге демалысқа шығып кетті. ақштың оңбаған блогерлері тыныш жатқызбады. Трамп өліп қалды деген хабарды қарша боратты. Бір-екі күн демала қойып едім, әлем есінен ауысып қалды. Байден мүлдем жұмыс істеген жоқ, бірақ оны ешкім айтпады ғой деп бұлқан-талқан болды. Қазақстан президенті биыл демалысқа шықты ма, шықпады ма білмейміз. Былтыр 4 күнге демалыс алды деген хабар тараған әйтеуір. Садақ атып тұрған суреті де шыққан. Атқан жебесі нысанаға тиді ме, тимеді ме, оны сұрап қызықтаған жан да болмады. ақш блогерлері президент өліп қалды деп шулатып жатқанда, бірде-бір министр хайп қуғандарды қылмыстық жазаға тартамыз деп дүркін мәлімдеме таратпады. Ал Қазақстанда күні кеше сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу ұсталды, тіпті тапсырыспен кісі өлтіруге қатысыпты деген шын өтірігі белгісіз ақпаратты орта сайты шығарған еді. Мәдениет және ақпарат министрінен бастап бәрі кезек-кезек терістеп мәлімдеме жасаумен болды. Бір қызығы, осы сөзді айтып отырған сәтке дейін сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу ақш президенті сияқты журналистердің алдына шығып түсініктеме беруге жарамады. ақш президентіне қарап тұрсаң жаның ашиды. Күнде әр қадамын жүздеген журналист аңдып басып, мыңдаған сұрақтың астына алып жүр. Ал қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 6 жылдан бері бір топ журналистің алдына шығып, Трамп сияқты көсіліп сөйлеп көрген емес. Трамп әр сөзінде өзіне дейін президент болған Джо Байденді сынаудан шаршамайды. Байден ақымақ еді дейді. ақштың бар проблемасына Байден кінәлі дегенді ашық айтады. Қазақстан президенті болса жаңа әділетті Қазақстан құрамыз дейді. Онысы ескі Қазақстанда әділеттілік болмады деген сөз деп білеміз. Бірақ сол әділетсіз Қазақстанды құрып берген Назарбаевқа келгенде Тоқаев оны ашық сынамайды. Қайта ауық-ауық еңбегін бағалайық деп білдірмей мақтап қояды. Сөйте тұра жаңа әділетті Қазақстан орнаттық дейді. Бірақ әділетті Қазақстан орнады ма деген сұрақ бойынша әлеуметтік сауалнаманы ешкім жүргізбейді. Әлеуметтік сауалнама демекші. Дәл осы мәселеде Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағы бар да, Дональд Трамптың пешенесіне Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты сияқты бір орталықтың жазылмағанын аңғарамыз. Мәселен, Дональд Трамп көрікті әйелі Милананы қасына алып бар ақшты шарлап шықса да, өз жүргізетін әлеуметтік желісінде миллиондаған жазылушысы болса да, күні-түні бар әлемді аузына қаратып дүниенің саясатын тербетіп тұрса да, Дональд Трамптың рейтингісі жабық кабинетінен ұзап шықпайтын. Журналистердің алдына шығып жалындаған харизмасымен шешендігін еш көрсетпейтін Қасым-Жомарт Тоқаевтың рейтингісінен әлде қайда төмен болып тұр екен. ақштағы әлеуметтік сауалнама жүргізген 10 шақты орталықтың дерегіне қарағанда, тамыз айындағы Трамптың саясатын қолдағандар 38%-дан аспаған. Ал оның саясатын қолдамайтындардың қатары 60%-ға бірақ өскен. Әлбетте, Дональд Трамп бұл жалған дерек деп журналистермен ұрысып әуреге түсіп жүр. Ал бізде Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты деген орталық бар. Президент әкімшілігіне қарайды, міне осы институттың соңғы айдағы шығарған зерттеуіне қарағанда, сөзбе-сөз оқып өтейін, әлеуметтік зерттеу респонденттерінің президент институтына сенімнің зор екенін көрсеткен. Яғни азаматтардың 82,4%-ы Қасым-Жомарт Тоқаевқа үлкен қолдау білдіріп отыр екен. Көрдіңіз бе? ақш президентінің еліндегі рейтингісі 38%-дан аспайды, ал Қазақстан президенті Тоқаевтікі аспандап тұр, 82%-дан жоғары. Таудай талаптан көрі бармақтай бақ дей ме мұны? Әлде басқа ма? Ең қызығы, Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты кезінде Назарбаевтың беделіне қатысты осындай зерттеуді жиі шығаратын, ол кездері Назарбаевтың беделін 85%-дан төмен түсірмейтін. Бірақ менікі неге Назарбаевтікінен кем деп жатқан Тоқаевты әзірге көрмедік. Сонда ел тұрғындарының қолдауына қарап, Трамп мықты ма, Тоқаев мықты ма деп сұрасаңыз, әлбетте Тоқаев мықты болып тұр. Әлемдегі ең алпауыт елді басқарып отырып, Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты сияқты бір институтты қолтығының астында ұстай алмаса, расымен де Трамп қалай мықты болады? Трамптың Тоқаевтан ұтылып қалатын және бір жағдайы бар. Трамп бір тілде, Тоқаев жеті тілде сөйлейді деген салыстыру емес. Одан да ауқымды жағдай. Мәселен, ақш конституциясында бір адам 2 мәртеден артық президент ретінде сайлана алмайды деген талап бар. ақш президенті Дональд Трамп мен бұған қарамаймын, керек болса 3-ші мәрте сайлауға түсемін деп күшенді. Сөйткен еді, сынның астында қалды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев конституциядағы соңғы өзгеріс бойынша бір мезеттік 7 жылдық президенттік мерзімін өтеп жатыр. Онысы 2029 жылы аяқталып биліктен кетуі тиіс. Рас, Тоқаев Трамп сияқты ойыны ашып айтып, тағы сайлауға түсем деп жатқан жоқ. Бірақ Трампқа жетіспей тұрған белсенді күштер Қазақстанда бар да, ақшта таптырмай тұр. Мәселен, жуырда ғана және бір жаңа конституцияның жобасы шықты, және деп отырғанымыз, оның алдында бір жоба закон сайтында жарияланып жоқ болып кеткен. Оның жайын сол кездері шығарған хабарымызда айтқанбыз. Қызық болса сілтемесін пікір алаңына қыстыра кетейін.
Содан екінші бір жоба шықты. Әлбетте, одан кейін үшінші конституция керек пе деген тақырыпта әлеуметтік желінің әр тұсында талқылау жүріп жатыр. Бір қызығы, Қасым-Жомарт Тоқаев қолданыстағы конституцияның 30 жылдығындағы баяндамасында жаңа ата заңның керектігі жайында ешқандай емеурін білдірмеді. Бірақ егер ондай мәселе болмаса, үшінші конституция туралы жобаның біріншісі неге жарияланды, іле-шала неге өшірілді? Бірінші жобаны өшіріп тастайтыны бар. Онда неге екіншісін шығарып, елдің талқысына шығарып қойды деген сұрақ туындайды. Қарап тұрсаңыз, ақш президенті Дональд Трампта осындай мәселені өзіне айтқызбай, астыртын бастап кеп жіберетін күштер жоқ. Миллиардерге де жетіспей қалатын дүние бар екен ғой дейсің бұл жалғанда. Сөзімнің басын ақш президенті Дональд Трамп Қытай, Ресей, Солтүстік Корея елдері басшыларына ренжіп қалды дегенмен бастадым ғой. Егер Дональд Трамп өзінің ел ішіндегі рейтингісі Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстандағы рейтингісінен әлдеқайда төмен екенін білсе, және Тоқаевпен өзінің күнделікті әрекетін салыстырып көрсе, онда ол Тоқаевты не жек көріп, не қызғанышпен қарап кетер еді деген әзілдің мәні осы енді. Айтпақшы, 8 қыркүйекте президент парламенттің бірлескен отырысында елді енді қай бағытқа бастайтынын айтады. Сол баяндамасында конституцияға өзгеріс керек дей ме, әлде бұл сөзді кейінірек үкімет пен парламентке айтқызып реформа жариялай ма, о жағын уақыт көрсетеді. Ал сол жаңа конституция кімге не береді дегенге келсек, ондай өзгеріс болып жатса, Қасым-Жомарт Тоқаев тағы да президенттік сайлауға түсемін деп жатса, бұған дейінгі мерзімдері өшіріліп, 5 әлде 7 жылдан 2 мерзімге және сайлануға мүмкіндік алады. Дәл осындай мүмкіндікке жету Дональд Трамптың күнде түсіне кіріп жүрген қол жетпес арманы шығар. Кім білсін? Сіз қалай ойлайсыз? Өз басым Қасым-Жомарт Тоқаев өзінен екінші Назарбаев жасамайтын шығар деп үміттенемін. 7 жылдық мерзімін толық аяқтап, тарихта жақсы атымен қалғаны дұрыс емес пе? Амандықта жүздескенше.